Баршаға ассалаумағалейкум киносүйер көрермен. Бүгінгі видеода «Бункер» атты фильмнің шолуын сіздердің назарларыңызға ұсынбақпыз. Алдағы уақытта сіз жігітіне күдіктенген қыздың әрекеті қандай нәтижемен аяқталғанын көретін боласыз. Бастапқы кадрлар бізге қайғыдан қан жұтқан түрде телефоннан видео көріп отырған Адриан атты басты кейіпкер жігітті көрсетеді. Видеода оның бұрынғы қызы жігітімен қоштасып, соңғы сөздерін айтып кеткен еді. Ал ендігі мұндайдан соң Адриан не істейді? Әрине, ішсең 30 күн дұғаңды қабыл қылдырмай тастайтын арақты ішуге барады. Кафеде отырғанда Адриан мұндағы сүйкімделеу келген даяшы қызбен танысады. Екеуінің таныстықтары бір-біріне қарап жымиғанмен ғана шектеледі. Ішсе батыр болып кететін Адриан кафеден қайтар жолда бейтаныс еркекпен соқтығысып, бірінші болып оның бір ударын кигізеді. Алайда шайтан суға тойған Адрианды құлатып, ұрып тастау бейтаныс жігіттің қолынан келді. Бет-аузы қан-жоса болған жігітті жаңағы даяшы қыз тауып алады. Адрианның өздігінен көлік айдай алмайтындығын түсініп, қыз жігітті үйіне әкеліп тастайды. Сол күні екеуі танысып, Адриан оған дрижер болып жұмыс жасайтындығын айтады. Ертесі күні жұмыстан соң Адриан қайта Фабиано атты даяшы қызбен қайта жолығады. Кейін екеуі бірге тұрып та кетеді. Бұл үйде жүріп Фабиано өзге адамның заттарын байқайтын. Негізінен бұл Адрианның бұрынғы қызына тиесілі еді. Оған қоса Фабиано үй ішіндегі раковинадан әлдеқандай дауыс естиді. Келесі күні үйге келген полиция Адрианның бұрынғы қызының елден шықпағандығын және сол себептен үйден іздеп келіп тұрғандықтарын айтады. Алайда жігіт оның кеткендігіне толық сенімді. Фабиано ваннаға түсу кезінде судың өздігінен дабырлағанын сезіп, қатты шошып кетеді. Судан атып шыққан қыз үй ішіндегі қараңғы дәлізбен жүгіріп келіп, қарсы алдынан шыққан Адрианмен соқтығысады. Ескі естеліктерге көз жүгіртсек, кезінде Фабиано жігіттің жағдайы нашар болған үшін тастап кеткен болатын. Ал қазірде Адрианның басында бар жалғыз проблема, полицейлер оны бұрынғы қызын өлтіруі мүмкін деген күдікке алып отыр. Фабиано душқа түсіп жатып, кенет судың ыстық болып кеткендігін байқайды. Содан соң жас адамша үйді аралап, жерден алқа табады. Қыз болған соң еш сұраусыз алқаны кеудесіне тақты. Сол уақытта үй ішіне жарық сөніп, қайта қорыққан Фабиано жүгіре жөнеледі. Алдынан арпылып Адрианның иті шыққанда, қыз одан сайын шошып, басын ұрып алады. Есін жиса, оны Адриан тауып алыпты. Жігіт қызға таблетка дәрі беріп тынышталдырып жатыр. Ал Фабиано жігітіне үйде елес барына сенесің бе деп сұрайды. Кейін өзінің ойын дәлелдеу үшін үй ішіндегі өзіне жолыққан тылсым жерлерді Адрианға көрсетіп шығады. Жігіт бұл мәселеге шынайы қарамаса да, қызын қолдау мақсатында айтқандарын мақұлдайды. Кейін полиция Адрианның қызы Биленнің мәйітін таптық дейді. Бірақ сәлден соң ол болмай шықты. Билен мен Адриан кезінде тату болғанда Испания жерінен осы Колумбияға келген болатын. Ондағы басты мақсаттары Адрианның жұмысқа орналасуы еді. Бірақ жұмысқа орналасқан соң Билен жігітін Вероника деген қызбен көп көретін болды. Кейін тіптен бұл іштегі күмәні күшейіп, бұл мәселеге шынайы қарай бастады. Шындығына келгенде Адрианның да арты таза емес болатын. Жігіт өзінің кінәлі екендігін сезініп, үйіне жеткен соң Биленнен жеке кешірім сұрап алады. Алайда құр сөзге Билен де сене салмайды. Бір рет Адрианға күдіктенген соң, соңынан до конца түспекші. Оның телефонын алып, хат алмасқан чаттарын оқиды. Биленнің көзі айқын жетті. Осы жайында Адрианның өзіне де айтты. Алайда жігіт сонда да өз кінәсін мойындағысы жоқ. Не істерін білмей қалған Билен үйлерін жалға беруші әжеймен сөйлесіп, жігітімен арасында жанжалдар болып жатқандығын айтады. Ал мұндай сәтте әжейдің керемет бір тәсілі бар еді. Ол Биленге үйді жасырын бөлмелерге тығылып қалды, күйеуінің шын мәнінде сен жоқ болсаң қандай болатындығын тексер дейді. Мұндай мүмкіндік тұрғанда Билен құр қалсын ба, әжейдің қызықтырарлық әңгімесін тыңдай түседі. Кезінде Ұлы Отан соғысы болғанда әжейдің күйеуі күндердің бір күнінде үйімізге немістер келеді деп үй ішінен жасырын бөлмелер жасатқан екен. Бұл бөлмелер арқылы үй ішінде не болып жатқанын көруге болады. Оған қоса жасырын бөлмелерге толық жағдай жасалып, жарық, су жүйелері тартылған екен. Биленнің басына ой келді. Ол Адрианға өзінің кетіп қалғандығы жайлы видео тастап, кейін осында тығылып қалмақшы. Солай-ақ жасады. Кейін үйге келген жігіті видеоны көріп, шынайы бейнемен қызының кеткендігіне қайғырады. Осыны көрген соң Билен шығуды шешеді. Алайда өзінің кілтті тастап кеткендігін түсінеді. Ендігі оңай босап шыға алмайтындығын түсінген Биленнің көңілі түсті. Бұл жерден телефон байланысы да ұстамады.
Аштан өлмеш үшін қыз қалбырдағы тамақтарды жеп, қасықпен қабырғаны қыра бастады. Осы уақыттарда не болған өз-өзіне мәлім. Адриан Фабионмен танысып, сонымен бірге жүрген еді. Дәл осы жағдай Биленді қатты ызаландырды. Сондықтан да қыз өзіне назар аударып, қамауда екендігін білдіру үшін құбырмен көмек шақырып, суды ысытып жүрген еді. Осындай Биленнің белгілеріне Адрианнан гөрі Фабионы түскен болатын. Себебі Биленді бостандыққа шығаратын кілтті өткен жолы Фабионы мойнына тағып алған еді. Фабиано толықтай үйде елес барына сеніп, онымен сөйлесе бастады. Фабиано сұрақ қойып тұрды, ал Билен суды дірілдету арқылы жауап беріп тұрды. 2 рет дірілдетсе иә, 1 рет дірілдетсе жоқ дегендей. Екеуі әйтеуір ортақ сөйлесу тілін тауып, ақырында Фабиано Биленнің бункерге қамалып қалғандығын түсінеді. Өзіндегі кілтпен қызды шығарғалы жатқанда қыз ойланып қалады. Биленнің Адрианның бұрынғы қызы екендігін есіне алып, ол қайта шықса мені ұмытады деп санайды. Сондықтан ол қызды босату ойынан айнып қалды. Ендігі бостандыққа шығудың еш мүмкіндігі қалмағанын түсінген Билен одан бетер бақырып шақырып үй ішіндегілерге белгі бере бастады. Қыздың бақылауынан оқшау жерде жүрейін деп Фабиано бөлмесін ауыстырып алды. Ал Адрианмен кездескен Фабианоның бұрынғы жігіті өзінің быпшаясына бірдеңе болса жігітті аямайтындығын айтып қорқытады. Фабианоны ұяттан безген қатыгез қыз десек, оның да жүрегінде мейірім бар болып шықты. Қызды қамап қойған соң сәл ойланып, өзін кінәлі сезінген ол әйнекке жазу қалдырып, бункер ішіндегі Биленмен сөйлесуге тырысады. Алайда үмітсіздік пе әлде бункер ішінде қалуға көндігу мен әйтеуір Билен мүлде жауап бермей хабарсыз кетеді. Верониканың кесірінен бір қызынан айырылған Адрианға сана кірмеген екен. Ол қайта Вероникамен кездесіп бастапты. Бұл жайлы хабарды Фабианоға оның бұрынғы жігіті алып келді. Тіпті жай сөзбен емес, нақты фотоларына келіп көрсетті. Ендігі Биленді Адрианнан қызғанудың еш мәнісі қалмады деп Фабиано Биленді босатуға шешім қабылдады. Бункерді ашып, ұйқыда жатқан Биленді оятады. Сол сәтте қыз қолындағы бөтелкемен оны ұрып қалады да, өзі бункерден шығып есікті іліп тастайды. Енді Билен бостандықта, ал Фабиано іште қалды. Үй иесі әжейдің қайтыс болғандығын телефоннан естіген Билен жігітімен қоштасуды шешіп, өз суреті мен кілтті тастайды. Барлық былығын тындырып үйге келген Адриан тоңазытқыштан Билен екеуінің фотосын байқайды да, қызының соңғы рет үйге келіп кеткендігін түсінеді. Итінің шақыруымен ол кілтті де табады. Соңғы кадрларда біз жағалауда отырған Биленді байқаймыз, ал Фабиано бункер ішіндегі кезекті тұтқынға айналды. Осылайша бүгінгі видео соңына жетті достар. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесіде кездескенше аман сау болайық.